Сәлем қыздар, өте жеңіл дайындалатын әрі дәмді лимонный пирог дайындаймыз. Ең алдымен ұнымызға сахарная пудраны саламыз. Тұз бен разрыхлительді саламыз. Осы құрғақ массаға майымызды салып, араластырып, песочное тесто дайындаймыз. Май бөлме жағдайында болса да, тоңазытқыштан алынған болса да жарай береді. Егер де тоңазытқыштан алынған қатты май болса, онда оны үккіштен өткізіп алып араластырамыз. Осы массамызға бір жылту қосамыз және де ледяной су қосамыз. Сөйтіп, жақсылап қамыр илейміз. Артық еш нәрсе қоспаймыз. Қамыр осылай жұмсақ, әдемі болып иленеді. Дайын болған қамырымызды пищевая пленкаға орап, бөлме температурасында қалдырамыз. Осы уақыт ішінде біз пирогтың начинкасын дайындап аламыз. Пирогтың начинкасын дайындаймыз. Ол үшін 33% сливкиға 4 жұмыртқаны қосамыз және қант қосамыз. Сөйтіп, барлығын араластырамыз. Осы массаға лимонның согын қосамыз және бір лимонның цедрасын қосамыз. Цедраның ағын емес, тек сарысын ғана үгіту қажет, себебі пирог қышқыл болып қалуы мүмкін. Және де бір момент лимонның ташкентский түрін алған абзал, сонда иісі де, дәмі де өте ерекше болады. Барлығын жақсылап араластырып, бір келкі масса жасаймыз. Осымен біздің начинкамыз дайын. Тестамызды формаға осылай жайып, жақсылап орналастырамыз және үстінен дайындап алған начинкамызды салып, пешімізге жібереміз. Пеш алдын ала 180 градусқа қыздырылып алуы керек. Және 20-25 минутта пирогымыз пісіп шығады. Шеттерін осылай басып, пирогты сәндейміз. Міне осындай болып пирог пісіп шығады және өз қалауларыңыз бойынша әсемдеп әрлеуге болады. Пирог өте нәзік болып шығады, иісі де, дәмі де керемет. Жасап көріңіздер қыздар, жанұяларыңызды қуантыңыздар. Алла тағала істеріңізге береке берсін.